Қабанбай жалпы Бұхар атамыздың айтуынша қаһары қатты батыр болған. Ірі денелі, ұзын мұртты, өте сұсты кісі екен. Оның қасында жүретін ең жақын батырлары Керей Жәнібек пен Бәсентиін Малайсары болыпты. Әйелі Гауһар кей жорықтарға бірге шыққан, бірге соғысқан ержүрек кісі болған деседі. Қабанбайдың 7 ұлы болған. 1754 ит жылы көктемде Қаратал маңында 2000-дай ғана қолмен Абылай 10.000 қолы бар қалмақ батыры Дабашымен соғысып, жеңіліс табады. 300-дей қазақ қырылады. Бұған намыстанған Қабанбай мен Наурызбай өзара келісіп, 1755 доңыз жылы жазда әр қайсы 7000 қолмен Қараталға жетеді. Қазақ қалмақ алдын ала келісіп, 3 күн жекпе-жекке шығады. Бірінші күні алғашқы жекпе-жекке Қабанбай өзі түседі. Қарсыласы Ханхор деген батыр. Қабекең 65-те, Ханхор жас батыр. Қабекеңнің астында әйгілі Қубасат. Қалмақтың мінгені тапал күрең жорға. Қабекең найзасын қалмаққа қарата ұстаған күйі қозғалыссыз тұра береді. Ал анау атын жорғалата келген бойда найзасын Қабанбайға сілтейді. Қабекең қалмақтың найзасын сол қолымен төмен басып, ердің басына тірей қояды да шоқпарымен найзаны бір салып кетеді. Ханхордың қолында сынған найзаның тұқылы ғана қалады. Сол кез Қабекең өз найзасын кезеп тұрып, Ханхорды өндіршектен ұрады. Жау құлап түседі. Қабанбай да Қубасат та ортада қозғалмай тұра береді. Оған қарсы қалмақтың жаңағыдан да жас батыр шығады. Оны Қабекең найзасын көтере бергенде иықтан сайып түсіреді. Содан кейін қалмақтар ақту көтереді, дамыл сұрағаны. Кейін Қабанбай қалмақтың екінші батырын тым жас болған соң аяғанын мойындапты. Өндіршектен ұрмай әдейі тірі қалдырыпты. Жауында аяған мұндай жомарт батырлар басқа елде болған ба, болмаған ба? Ғажап мінезді халық болған бұзау. Үшінші күні Қабанбай тағы жекпе-жекке шығып, 4-5 қалмақты о дүниеге тағаттандырады. Қалмақтың бұл сарбаздары Наурызбай екеуміз шығатын адамдар емес екен дейді. Қабанбай одан кейін оларды қорашсынып. Ертесі Қабанбай мен Наурызбай қалмақтарды қоршап алып, Айқораланды соғысын салады. 3 күн жекпе-жекті қоспағанда соғыс 8 күнге созылады. Ақырында қалмақтар түнделетіп, қоршаудан қашып құтылады. Қабанбай шын мәнінде қазақ халқына қорған болған айрықша батыр. Жоңғар елі құсап, біздің де Ақтабан шұбырынды жылдарында жер бетінен құрып кетпеуімізге ең алдымен Төле, Қазбек, Әйтеке сынды ақылмандарымыздың көрегендігі, Бөгенбай, Қабанбай, Наурызбай басқарған батырларымыздың ержүректігі, Абылайдай саяткеріміздің ақыл айласы себеп болды. Қазақ даласын батырлығымен таң қалдырған Қабанбай, Наурызбай, Бөгенбай, бұлар да бұл дүниеден аттанды. Кім қалады дейсіз бұл фәниде? Батыр бабалардың рухы демеп, жебеген олардың ұрпақтары қалады бұл дүниеде.